дәстүрлерінің барлығы дінмен қабаттас екендігін көзіміз әбден жетеді. Мысалы, өзге ұлттарда жоқ кереметтей бізде той бар. Өзге ұлттардың көпшілігі тойламайтын кереметтей той бар. Ол сүндет тойы. Сүндет тойын көптеген ұлттар тойламайды, мұсылман ұлттар тойламайды. Бірақ біз қазақ халқы оны тойлаймыз. Оның астарында не мағына жатыр? Себебі біздің дана халқымызда жақсылықты бөліссең көбейеді деген сөз бар. Жақсылықты бөліссең көбейеді деген қағида бар. Менің ұлым, менің немерем пайғамбарының алғашқы сүннетін орындады. Өмірі сүннетпен жүрсін, өмірі сүннетте бекем болсын, сүннетті молынан жасасын деген жақсыларымен біздің дана халқымызда сүннет тойды осылай жасайды. Әрі сүннет тойға келген адамдар сол елге келіп тұрып, мұсылман болғаның құтты болсын деп жатады. Осы сөзді кейбір адамдар түсінбестен, бұл мұсылман еді ғой бұрыннан. Неге әлмисақтан бері мұсылманбыз ғой? Неге мұсылман болғаны құтты болсын деп айтылып жатыр деген сұрақтар туындап қалып жатады. Оны да кішкене тарқата кетсек, жалпы сүндеттелу деген бұл мұсылмандықтың символдарының бір символы. Азан айту секілді бір символы. Азан айтудың үкімі бекітілген сүннет болса да, ол мұсылмандықтың бір символы. Тура сол секілді сүннеттелу де бұл мұсылманшылықтың бір белгісі, мұсылманшылықтың бір символы. Мәселен, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде «Уәлә тәмутунна илля уәнтум муслимун» дейді. Өлмеңіздер, тек қана мұсылман болған халде өліңіздер дейді. Ол деген сөз, адам өзінің қалай, қай жағдайда өлетінін ұстай алмайды, бірақ дінде жүріп өл деген мағына шығады. Сол сияқты адам бұрыннан мұсылман болса да, мұсылмандықтың символы, мұсылмандықтың белгісі болған сүндетті жасап жатқандықтан дана халқымыз, сөзді әрден, тереңнен толғайтын дана халқымыз мұсылман болғаның құтты болсын. Яғни мұсылмандықтың ең үлкен бір белгісін орындағаның құтты болсын деп айтып жатады. Сондықтан да ислам дінін қабылдаған өзге дін өкілдері, жасы кәрі болсын, жас болсын, ла иляха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах сөзін айтқаннан кейін оны әкеліп сүндеттеледі, өздеріңіз білесіздер. Ол не деген сөз? Ол дегені мұсылмандықтың белгілерінен бір белгісі бұл сүндет той деген сөз. Бұны бір деп қойыңыз. Екіншісі, мына сүндеттелген екі жиеніміздің аттарына сіздердің назарларыңызды аударғым келіп жатыр. Біріншісінің аты Абдусаттар болса, екіншісінің аты Мұстафа. Ғалымдарымыз айтады, адамның қандай болуында, қандай тұлға болуында оған қойылған аттың 50% үлесі болады дейді. 50% үлесі болады дейді. Қалған 50%-ын ата-анасы, соның баланың өзі мәпелеп, әрекет жасап, соны жетілдіру, дамыту керек дейді. Абдусаттар әкеміз секілді сондай тұлға болсын, қазақтың маңдайалды ғалымы болсын деп Абдусаттар қойды ма? Енді атасы, оған сөз жоқ, оған күмәніміз де жоқ. Мына күйеу баламыз осы жолда соны тәрбиелеу керек, сондай тұлға болып жетіледі. Мұстафа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аты. Біз сол жолда тәрбиеленетін болса бұл бала пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам секілді елге үлгі, ислам дінінің байрағын көтеретін ұлы тұлға болатыны сөзсіз. Енді үшінші мәселе. Жалпы қазақта керемет сөз бар. Домбыраның жақсысы ағашынан, ер жігіттің жақсысы нағашынан. Сүндеттелген баланың өз жұртыда, нағашы жұртыда өте керемет жандар екендігі мына сөзге, тілге тиектеліп айтылып жатыр. Өзінің өз атасы Халилулла атасына ұқсаса да, нағашы атасы Абдусаттар, Алла рахметін алсын, марқұм атасына ұқсаса да ешқашан жаман болмайды. Алла Тағала қазақ айтады ғой, бала әкеден бір батпан оза туады, немесе кейін туады деп. Біз дұға қылайық, Алла Тағала ол кісілерді оза тапқан, оза туған, оза туатын бір батпан емес, бірнеше батпан алға шығатын перзенттерден етсін. Алла Тағала мына тойды құтты берекет етсін, баршаларымызға құтты жұғысты болсын. Алла разы болсын, ұстаз. Қысқа қайырыңыз. Тоқтамас екен, үзіліс екен деп тұрдым мына жерде. Алла разы болсын. Енді алтын уақыттарыңызды алайық деген ниетпен қысқа нұсқа сондай бір әз пайғамбарымыздың жолын, дін исламның қағидасын бізге керемет
көркем түрде жеткізіп берді. Алла екі күніңіз берекелі етсін ұстаз.